Саламатсыздар ма оқушылар? Отыра қойыңыздар. Ал онда бүгінгі сабағымыз бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағын бастамас бұрын біз бүгінгі көңіл күйімізді біліп алсақ. Бізде мына жерде бір сұраққа 3 жауап беру арқылы. Ал онда бүгінгі сабаққа деген көңіл күйіміз қандай? Жақсы, жарайды. Тамаша, керемет, және өте жақсы. Және де бүгінгі сабаққа бәріне сәттілік тілеймін, және де белсенділік. Менің де көңіл күйім тамаша екен. Ал онда сабағымыз мына жерде бәріміз топқа бөлініп алайық. Мында суреттер бар. Суреттерден бір-бір сурет ала қояйық. Жылдамдар. Біреу. Бір-біреуден. Ал енді суреттерден біз екі түрлі сурет көріп отырмыз. Сол сурет бойынша бірінші топ үлкен айзананың суреті бар топ. Мына топқа келіп жиналса, бірінші топқа, екінші топ жасананың тобына келіп жиналса, жылдамдар. Асылана тобы жиналып, және де Раисананың тобы отырып жинақталып қой. Ал онда бері тақтаға қарайық. Біз мына жерде қазір суреттер сөйлейді бойынша біз тақтада сурет көріп отырық. Суретте қандай суреттер көріп отырық? Қанекей. Орнымызда не сөйлей қойып, Асылана тобын алып. Суреттерден ана, қыз баланы, әйел адамды көріп тұрмын. Қазақи. Әйел адамы. Ал одан кейін Қайзана. Аналарға арнап шығарған кітаптарды көріп отырмын. Иә, әйел, ұлпан кітабы, әйелдерге арналған, аныңға. Және тағы да. Тағы не байқап отырық? Мұндағы суреттер, ұлпан, қай уақыттағы әйел? Қазіргі заман әйел ма, ерте заман әйел ма? Ерте заман әйел. Иә, тағы да. Ғабит Мүсіреповтің кітабы берілген шын суреттер. Иә, ұлпан жайды да айтылып отыр. Ал осы суреттерден жарайды, әйелдер, ерте заманғы әйелдер тұр, қазіргі. Енді мына сурет неге тұр ортада? Әйел құқығы жайлы. Бұл жерде біз заңның, құқықтың белгілері тұр. Сондықтан бірден тақырыбымыздың аты ашылып отыр, қазір айтты. Біз бүгінгі тақырыбымыз бізде әйел құқығы. Ортақ тақырып бізде бүгінгі қазақ тілі сабағындағы өтетініміз әйел құқығы жайында. Ал енді қараңдар, осы тақырыпқа оқырманның қарым-қатынасы не? Айтыңдаршы. Оқырманның қарым-қатынасы не осы әйелдерге? Әйел құқығына қатысты. Оқырман деп отырғанымыз мына біздер, халық, әйел құқығына қатысты. Кәнекей? Айтамын. Қазіргі заманда әйел құқығы ең басты мәселелердің бірі болып саналады. Қазір қай салада да болмасын әйел құқығы қорғалады. Сондықтан оқырманға сол жағынан маңызды болып жүрмін. Дұрыс айтасың. Оқырманға ол жағынан да. Және тағы қандай ой бар? Содан кейін бұрынғы заман әйелдердің құқығына айта кетейін. Бұрынғы заман әйелдердің құқығы қазіргі заман әйелдердің құқығына қарағанда өзгеше, керісінше деуге де болады. Қаталдау. Әйелдердің өмірі көбінесе ешкімге онша қызықтырмаған. Әйелдер төмен тұрған кішкене. Әйелдерде құқық онша сақталмаған. Әйелдер өздері сол бойынша дейсіз, оқырманның қарым-қатынасы сол кездегі әйелдің құқығы жайлы қазір оқырмандар көп не қылады, белең алып жатыр, оқырмандар оқып. Және айтатынымыз 19 ғасырда әйелдің басында қандай бостандықтар болды? 19 ғасырда біз үйде өткен сабақта да бергенбіз. оқып келді. 19 ғасырда ал айтамыз.
оларда 19 ғасырда көбінесе бостандық болмады, олар өз еркімен үйден шығып тұра алмады, және ерте жасынан үйленіп, оларда өз бостандық болмады әйелдердің. Көптеген жағдайда бостандықтар болмады, иә? Ал қандай бостандықтар болды дейді? Болды ма бостандықтар? Иә, қандай? Егер де жесір қалған әйелдер болашақта өзі тағы да екінші жаңа тұрмысқа шығатын болса, оған рұқсат етпейді. Сол жағынан, иә? Көбінесе ал. Тағы айтарларың бар ма, қосаларың? Бар ма? Қанки? Ал онда, мен осы бойынша қазір бүгінгі сабағымыз біз сонымен бізде әйел құқығы бүгінгі сабағымыз. Біз таныспыз бұл тақырыппен, иә? Біз өткен, біз таныспыз әйел құқығы қазіргі таңдағы белең алып келатқан әйелдердің құқығы сақталуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бізде мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын дайындау біріншіден. Одан кейін бағалау критерийлеріміз көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтайды, талқылау сұрақтарын дайындайсыздар және қазіргі өмірмен байланыстырып салыстырасыздар. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсатымен бағалау критерийлері жадымызда сақтайық. Ал онда ары қарай сабағымыз бізде мынандай тапсырма. Сіздерге бұл жауап болса, онда сұрақ қандай болады деген несі бойынша, әдісі бойынша қазір сіздердің алдарыңызда міне дескриптор беремін. Осы дескриптор бойынша көріп шығамыз дескрипторды. Осы дескриптор бойынша жұмыс жасайсыздар. Қазір алдарыңызға кітапта әйел құқығы жайында бізде оқылым бар. Сол бойынша не дайындайсыздар? Сол жерден ашық сұрақтар дайындайсыздар. Міне дескриптор бойынша. Мәтінді алдымен талқылап аласыздар. Бірінші тапсырмаларыңыз. Одан кейін таныс емес сөздердің мағынасын түсіндіресіздер. Және термин сөздерді пайдаланып ашық сұрақтар дайындайсыздар. Қазіргі және ерте заманғы әйелдердің құқығы жайында алсаңыздар да болады. Бізде әйел құқығы мәтінінде ұлпан жайында айтылған. Сондықтан мінекей дескрипторымыз бір-бір көріп алып, сосын тоқтағалайын. Ал, кесе беріңіздер. Мәтінді оқып аламыз, оқылым бойынша жылдамдатып. Түсінікті ғой дескриптор? Бізде ішінде таныс емес сөздер бар. Қазіргі таңда, соларды ал дайындықта 3-4 минут уақыт жылдамдатсаңыздар. Сонымен қатар бұл жұмысты жүп-жүбімізбен талқылаймыз. Жүп-жүбімізбен талқылаймыз. Скриптор тақталарды қойдым.
қандай таныс емес сөздер бар? Мәселе елесуге Дұрыс. Әменгерлік бар, тағы. Қарап көрейік мәселе. Мәтінді дұрыстап қараймыз. Қандай сөздер бар екен? Таныс емес. Елші. Елші дегеніміз. Білетін шығармыз елшіні? Тағы. Болыспен. Бір-екі сұрақ. Уақыт шектеулі болып қалды. Дайынбыз ба? Кәнеке, бір-екі. Кәнеке, уақытымыз болған топ белгі береміз. Болыңыздар уақыт. Болды ба? Келесі топқа белгі беріңіздер шапалақпен. Асылана тобы бітті. Ал Ғайзана тобы. Болдық па? Уақыт шектеулі, уақытымыздан кетіп баратсыздар. Алында, Асылана тобы. Кім қорғайды? Берілген кән. Жесір қалған әйелдің құқығы. Бірінші, мәтін бойынша. Мәтінді талдап талқылап алдық па? Талқылап алдық. Не жайында екен? әйелдің құқығы тағдыр туралы. 19 ғасырдағы еді. Иә. Таныс емес сөздердің. Қандай таныс емес сөз бар екен бізде? Ал, әменгерлік дегеніміз не екен? Иә. Әменгерлік дегеніміз, егер де бір әйел жесір қалса, оны әменгерлік ретінде өзінің қайнағасына или қайнанесіне қайтадан тұрмыс құрғызу. Иә. Соған әменгерлікпен қайта қосқан, иә? Дәстүр бойынша. Ал, үшінші термин сөздерді пайдаланып, ашық сұрақтар дайындау. Ал, сұрақтарымыз келесі топ, Ғайзана топ тыңдаймыз, сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Жесір қалған әйелдің құқығы. Ал, жесір қалған әйелдің құқығы қандай болған Ғайзаның? Жесір қалған әйел кімге тисе де өзі білетін болған. Және оның ерінен қалған мал мүлкінің 3/2 өзіне тиесілі, ал 3/1 бөлігі туыстарына тиесілі болған. Жауабына дұрыс қанағаттанам, жарайды. Ал онда екінші Ғайзана тобы. Сіздерді мәтінде сіздер айтар қандай? Кім қорғайды? Иә? Айтар қосарыңыз бар ма мәтін жайында? Бұл мәтінде бізде әйелдің құқығы және әйелдің түрлерінің өзінің әртүрлі құқығы болған. Және сол кездегі әйелдің түрлі аттары, олардың мағыналары берілген. Жақсы.
Иә, таныс емес сөздер дейді. Таныс емес сөздер Әмеңгер. әмеңгерлік, аба, әйелдің аттары, қара қабат. Соның біреуіне тоқталып өтсеңіздер, қайсысына түсінік бере аласыздар? Мысалы, мен бір сұрақ қойды, мысалы әйелдің атына байланысты. Ал жарайды. Ондаған руларда бастаған әйелдің аты. Дауыс қайтадан оқып жүрсеңіз, Асланды орындаймыз. Ондаған руларды бастаған әйелдің аты. Ондаған руды бастаған әйелдің аты. Иә. Мәтінді оқыдық, талдадық, кәнекей. Кім екен басы? Кім жауап берейік? Қарқабат. Дұрыс. Жоқ, жүрмейсіз. Ал. Иә, жауап бере ғой. Абақ. Абақ дейді, иә. Ал енді сол абақ деген не мағынаны білдіреді екен? Сол ондаған руларда Басқаратын бақыт. Иә. Әйелдің несі екен, дәрежесіне байланысты айтылған аттар екен, иә. Ал онда екі топ бір-бірімізді мадақтау сөздермен бағалайық. Кәнекей, Аслана тобы, Ғайзана тобының сұрақтарыңызға жауабы жайында кәнекей бағалап көрейікші. Ғайзана тобын. Иә. Ғайзана тобы өте белсенді болды. Сұрақтары өте терең мағыналы, көп жұмыс істегендер көрініп тұр. Өте жақсы деген баға қойдық. Жақсы, жарайсыңдар. Келешекте сендерге әлде белсендірек болуды айтамын, жылдамдықтарында. Өте жақсы. Ал онда Ғайзана тобы, Аслана тобына кәнекей. Олар өздерінің мәтін жайлы толық мағлұмат бере алды, және де сұрақтарды жақсы қоя білді. Осы реттермен тайма деген тілек білдіреміз, және де тамаша деген баға береміз. Тамаша береміз. Басқа қосарларыңыз бар? Шамал, мен айтарым. Иә. Алып қосамын, бір тілек, мәтінді мұқият оқу деген. Мәтінді ендігі жолы мұқият оқисыңдар деген. Мәтінді мұқият оқисыңдар. Шамалы кідіріс болып қалды, иә? Шамалы кідіріс болып, Аслана тобы тоқтап қалды. Сұраққа жауап берген кезде шамалы мүлжіп қалды. Жарайды онда, бір-бірімізді өте тамаша бағаладық. Ал ендігі тапсырмамыз. Бұл жауап болса, онда сұрақ өте тамаша. Ендігі тапсырмамыз бізде мынандай тапсырма берілді. Мәтінді қазір сіздер мәтінді оқыдыңыздар, таныстыңыздар, және де бұдан бұрында алдыңғы сабақтарда да танысқанбыз. Қазіргі заман әйелдер және ерте заманғы әйелдердің құқығы жайында. Сондықтан да қазір мында дескриптор бізде. Дескриптор бойынша сіздер оқыған мәтіндеріңіз бойынша негізгі жаңағы мәселені айта отырып, ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырасыздар. Онда қай нені? Қазіргі және ерте заманғы әйелдердің жаңағы ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырасыздар. Және де кестеге жазасыздар. Вен диаграммасы бойынша қазір дескрипторды тақтаға ілемін. Сіздердің алдарыңызда постерлер дайын, маркерлер тұр. Сондықтан жұмысымыз бірінші топ қазіргі және ерте заманғы әйелдерді салыстырып, сол бойынша айырмашылық ұқсастықтар. Ал сіздерге тапсырма. Сіздердің тапсырмаларыңызда салыстыру үлгісі, бірақ сіздерді Т кестесіне салыстыру арқылы мына жерде әйел құқығына қатысты ұқсастықтар мен айырмашылықтарды айтасыздар. Мына Т кестесі бойынша жұмыс жасайсыздар. Жоқ, әйел құқығына қатысты ұқсастықтар мен айырмашылықтар, иә, ертемен сіздерді қазіргі. Бірақ Т кестесіне түсіреміз. А бұл кісілер Вен диаграммасына түсіреді, Аслана тобы. Уақыт. 5 минут уақыт.
сол бойынша артық болмаса айдарын қазір таңдауын кезінде оқытарға сол қазіргі ұсыныстар бәрін зат салсаңыз кім айтқан дұрыс мысалға еркінен тыс жаңа қыз балалар оқымаған иә ер балалар оқытады қыз балаларды оқып жүрген қазір ондай бар ма соның бәрін алайық мына жерді жаңа айттым ғой артық болмас келген айдардың көрінді иә ұсыныстар алты сорлам жоқ па болды Так, уақыт таяп қалды. Қай топ сайын? Кәмге. Дайын топтарымыз белгі береміз. Шапалақпен. Кәмге. Болыңыздар. 5 минут уақытымыз өтіп барады. Олға. Бірінші топ. Екінші топта. Ал онда тақтаға қорғаушымыз Аслана тобынан қорғайтын екі оқушы шықсын. Бұрын
бұрынғы заманғы әйелдерді және қазіргі заманғы екі адамды қорғайды. Мына жерде ұқсастығы мен айырмашылығын екі адам қорғаймыз. Сәл жақында отыра беріңіздер. Мына жаққа қарай. Ғайзана тобы. Тыңдаймыз. Қазір бағалауға келген кезде мұқият болайық бір-бірімізді. Мына сіздерден екі адам шықса тақтаға, қасына. Екі адам қорғаймыз. Ұқсастықтар мен айырмашылығы. Сәл қыздар бері аштырып. Болыңыздар. Әлі. Қыздар. Ал онда тыңдайық. Жұманшық 19 ғасыр әйелдері. Екінен тыс қыздарды тұрмысқа берген. Әйел дәрежесінде ер адамнан төмен болған. Әйел адамы қатаң тәртіппен қаралған болатын. Әйел адамның жеке құқығы болмаған. Қазіргі заман әйелдерінің құқықтары. Әйел мен еркек әйел құқығына ерекше көңіл бөлуде, әйел адамдарды заманауи өмір сүруде, тұрмыс құру адамның өз еркінде, жаңағы әйел адамның өз еркінде. Тағы алып қосарларыңыз ма? Тұрмыс құру жасы шектеулі, яғни 18 жастан. Ал онда ерте 13 жастан. Немесе Ерте заманда 13 жаста отау иесі деп 13 жасынан бесіктен туылғаннан естеп қойған екен. Мен айтар едім атастырып қойып, ол қыз бен жігітті атастырып отырған. сосын келесі ұқсастығы. Бұл екі ұқсастығы. Бұл жерде де біздің қазақи салт дәстүрлер сақталған болады. Яғни сырға салу, беташар сынды әйел. Және де айтар едім, екеуінің де ұқсастығы әйел жайында отырған. Әйел тағдыры, әйел құқығы жайында. Ал, жарайды, екінші. Ғайзана тобын тыңдайық. Әйел құқығына қатысты ұқсастықтар мен айырмашылықтар. Яғни бұрынғы замандағы әйел құқығы және қазіргі замандағы әйел құқығы бірінші ұқсастықтарынан. Әйелдер қазіргі заманда да бұрынғы заманда да үй шаруасына көп көңіл бөлген. Көбінесе әйелдің жұмыс орны сол үй болған. Сыртқа шығып бойынша жұмыс істемеген. Қазір де сондай. Ерінің жарты бөлігі әйелінде қалады. Бұрында да бұл заң сақталған, қазірде де заң сақталған. Себебі күйеуінен туған әйелінде балалар қалады, сол балаларына көмек етуде күйеуінің жарты бөлігі әйелінде қалады. Міне тағы бір ұқсастығым, әйелді ренжіткен адам кешірім сұрау қажет. Қазірде де ол бар. Ренжіткен кезде кешірім сұрап қайта қосылуларына болады. Ажырасқан отбасы. Енді айырмашылықтарын қарайтын болсақ, олардың құқықтары яғни қазіргі әйелдердің қазір құқықтары бірдей ер адамдар. Бұрынғыда ондай болған жоқ. Өз қалауынша қалған адамдармен тұрмыс құру. Яғни бұрында ата-аналар өздерінің қыздарына ата-аналар шарт болып тұрған. Қазір қыздар өз қалауынша қалған ер адамға тұрмысқа шығады. Себепсіз ажырасу жиі көбейіп кеткен. Қазіргі заманның өзекті мәселелері десек те болады. Әмелгерлік жол жойылды десек те болады. Бұрында егер күйеуі қайтыс болатын болса, онда сол күйеуінің ағасына немесе бір інісі тұрмысқа шығатын болса, ал қазір ондай емес. Қазір өз еркінде, тұрмысқа шығу шықпауы. Қазіргі әйелдер қалған жұмысқа тұра алады. Яғни қазір әйелдер ер адамдармен бірге қалған жұмысқа тұрады. Әйелдер қазір ерлермен бірге ауыл жұмыс істейді және тіпті құқық қорғау органдарында жұмыс істейді. Өте жақсы. Ал екі Аслана мен Ғайзана тобының да тапсырмасын тыңдадық. Онда Аслана тобы бізде қазір қалыптастырушы бағалау
лайк, пікір, репост арқылы бағалаймыз. Бізде мына жерде столымызда лайктар тұр. Егер қарсылас Ғайзана тобыңыздың жұмысы ұнаған болса, жұмысына барып лайк басып, және пікірлеріңізді айтсақ. Сіздер де солай. Жұмыс ұнаса, жұмысына лайк басамыз, және тағы пікір ұсыныстарымызды айтайық. Лайк басып, қазіргі таңдағы любіл дейміз ғой, бәріміз инстаграм көреміз, желіне лайк басамыз, соған байланысты. Бір-екі оқушы шығып, пікірімен лайк басып. Ал онда Асылана тобы, кәнекей, бағылып жібелек тездетіңіздер, Ғайзана тобы. Жапсырасыңдар, ештеңе жазбаймыз. Ал. Лайк бастық ал. Бұл топ өте нақты болды, және өз ойларын ашық емес. Пікірлеріңіз бар ма? Ұсыныстарыңыз бар ма? Бұл топтың жұмысы ары қарай да дамып жетілдіру керек дейді. Ары қарай да білімдерін жетілдіре түссін дейді. Ал Асылана тобы, Ғайзана тобына. Бұл топтың жұмысы маған өте ұнады десе де болады. Тақырыпты өте тереңмен, жақсы түсінген, бірақ жұмыс істеулерін тездетсе кішкене. Жақсы. Сәл не қауырма отырып, ұсыныстарыңызды қабылдаймыз ба? Бұл топ өте белсенді жұмыс жасады, және топтағы жұмысты бірге татулықпен атқарып шықты. Денсаулық басқарды. Жақсы, лайкымыз біздің не өкет өзі. Лайк басайық деп едім. Жарайды, керемет ой. Ал онда сіздерді бір-бірмен бағалап шығайын. Мен Асылана тобын бағалар едім, өте тамаша, жарайсыздар. Бұдан кейінгі алдағы уақытта да білімдеріңізді үстем болсын, жетілдіре түсіңіздер. Өте тамаша бүгінгі сабаққа қатыстыңыздар. Және сонымен қатар Ғайзана тобына да жарайсыздар, тамаша, барыңызды жақсы жарайсыздар деген бағамен бағалар едім. Және де алдағы уақытта шамалы шапшаңдық, жылдамдық қоссақ, нұр үстіне нұр тамаша болып кетер еді. Ал онда бүгінгі сабағымыздың ары қарай жалғасын соңғы мына жерде тақтаға қарасақ, бізде қазір кері байланысымыз, мынандай кері байланыс жасап еді. Бәріміз белең алып келатқан біз білеміз, желі қазіргі таңда Фейсбукты білеміз. Сондықтан да біздің алдымызда қазір стикерлер тұр. Біз қалта телефоны бәрімізде бар, жазуға болар еді, бірақ қазір біз стикер арқылы бүгінгі сабақ бойынша не ұнады, не тағы білгілеріңіз келеді алдағы уақытта, және білетіндеріңіз бар бұның ішінде, мен мынаны білетін едім деген секілді Фейсбукқа әкеліп, өз ойларыңызды жазсаңыздар. Әкеп, сыстырамыз. Кәнекей жазамыз. Жылдамдатамыз. Әкеп, жылдам біле қойып, не білгенде, оқимыз. Ал бірінші оқып, сосын кейін ілейге, ал Фейсбукқа бірінші хат келді, бізге SMS-тен ал. Мен әйел құқығын тереңірек оқып білдім, және оны ары қарай жалғастырып келемін. Өте жақсы. Мен бүгінгі сабақта әйел құқығы туралы білдім. Маған бүгінгі сабақ өте түсінікті болды, сабақ өте қызықты өтті. Жақсы, рахмет. Ал Асылана тобы, жылдамдадыңыздар. Сіздердің Фейсбукқа хат келмей жатыр ғой. Сіздер жай болып қалдық ғой. SMS жазып жіберсек. Бүгінгі сабақ өте керемет болды, қыздарға көп байланысты тек. Әр қыз өз құқығын біледі. Жақсы, қазіргі таңдағы. Бүгін сабақ өте қызық әрі түсінікті болды. Мен біраз жаңа дүниелеріне таныстым. Әйел құқығы туралы білімді жетілдірдім. Тамаша.
тамаша. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Мен бүгінгі сабақта әйел құқығы жайлы көп мағлұмат алдым. Жақсы. бүгінгі сабақ өте қызықты болды және басқа оқушылардың бостандық бойынша маған қызық. Пікірі әлбетте әркімнің пікірі адамға керек, иә? Мен бүгінгі Жақсы. сабақтың мақсатында әйел құқығының маңызды өткенімен таныстым. Өте тамаша. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Бұның негіздерінде біле алдым. Әйел құқығы туралы жеткізіп біле алдым. Және сабақ өте қызықты. Рахмет. Бүгінгі сабақ маған өте түсінікті және қызықты өтті. Әйелдердің бұрынғы және қазіргі құқықтары жаңа көптеген қызықты мәліметтер өзіме алдым. Өте жақсы. Ал Файзина Томнан. Әйел құқығы тақырыбы неден кеңінен тараған мәселе, маған оны талқыға салған өте мақтады. Иә, өте жақсы ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз алған. Ал келем. Мен 19 ғасырдағы әйел құқығы туралы толық біле алдым. Жақсы. Сіздердің жіберіп отқан SMS-теріңіз бойынша алдағы уақытта жаңа пікірсайыс, ой талқы деген алдағы уақытта жүргіземіз. Тағы осы әйел құқығы жайында қазіргі таңдағы өте үлкен бір мәселенің бірі. Ал онда үй тапсырмасын алып алайық. Үйге бүгінгі сабаққа байланысты ерте және қазіргі күнімізге жазылады. Ерте және қазіргі заманғы әйелдер жайында, әйелдердің құқығы жайында, тағдыры жайында салыстырмалы түрде эссе жазып келеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бізде салыстырмалы түрде болатын. Сондықтан да үйге берілген тапсырма салыстырмалы түрде эссе жазып, үй тапсырмасына орындап келеміз. Жаңақты эссенің өзінің үлгісі бойынша, өзінің жаңаға берілген нормасы бойынша жазып келеміз. Ал онда сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Және де орныңызға тұра қойып, сау болыңыздар.